Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 106 сабақ пайыздар дейді. Бірінші тапсырманы орындайық. Бізде бірінші тапсырмада берілгені қалдықпен бөлуді орында дейді. Қалдықтарды өз суретімен орналастыр. Сонда сен тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылымды қалай аталатынын білетін боласың дейді. Яғни бізде мұнда берілгенін сол берілген сандарды қалдықпен орындап шығамыз. Ал кеттік. Біз мұнда жаңағы қалдықтарды өз суретімен жазамыз, сонда жаңағы ғылымның аты шығатын болады екен, иә? Ал кеттік, 95-ті 3-ке бөлеміз, 31 2 қалдық болады. 104-ті 5-ке бөлеміз, 24 қалдық болады. 925-ті 100-ге бөлеміз, 9 25 қалдық болады. 55-ті 7-ге бөлеміз, 7 6 қалдық болады. 705-ті 7-ге бөлеміз, 105 қалдық болады. 368-ді 10-ға бөлеміз, теңдігі 36 8 қалдық болады. 249-ды 2-ке бөлеміз, 124 1 қалдық болады. 2547-ні 100-ге бөлеміз, 250 бізде 7 қалдық болады. Бізде мұндай өз суретімен қалдықтарды жазып аламыз, иә? Бізде 1 қалдық шықты, 2 қалдық, мұнда 4 қалдық, 5 қалдық, 6 қалдық, 8 қалдық, 25 қалдық, және мына жерде қате кетті, 47 қалдық, ә? Сонымен бізде шыққаны экология сөзі болды. Дәл осылай етіп дәптерлерімізге жазып аламыз бұл тапсырманы. Мұнда барлығын қарап шықсаңыздар болады. Қалай бөлінген? Бізде келесі есіңе түсір дейді. Біз оны дәптерлерімізге жазып алайық. Енді келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада бізде тапсырманы орында дейді. А бөлімінде фигураның боялған бөлшектерін бөлшек түрінде жаз дейді. Енді біз мына фигураны алдымен барлығын санап аламыз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 екен. Яғни біз бөлшек сызығын сызып аламыз. Астына жаңағы 12-ні жазамыз. Енді бізде боялған бөлшегі қанша екен санаймыз. Бізде боялған бөлшегі 1, 2, 3 екен. Оны бөлшектің үстіне жазамыз. Бізде сонда 12-ден 3 болды, иә? Енді келесі фигураны санаймыз. Ол келесі фигура бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Астыңғысын санаймыз. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Яғни біз жаңағыдай бөлшек сызығын сызып, 24 деп барлық фигураны жазып аламыз. Енді бізде боялғаны 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни оны үстіне жазамыз, 6. Сонда бізде 24-тен 6 болды, иә? Келесі үшбұрыш берілген. Үшбұрышты дәл осылай етіп санап аламыз. Бізде 1, 2, 3 деп жазамыз. Бөлшек сызығын сызып, үстіне боялған бөлшегі бізде біреу екен, ол біреу. 1 деп жазамыз, иә? Сонда бізде 3-тен 1 болды, иә? Келесі санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, иә? Яғни 8-ді астына жазып, үстіне бөлшек сызығын сызып, боялған 1, 2, 3, 4, 5. 5-ді үстіне жазып қоямыз. Сонда бізде 8-тен 5 болды. Бізде нұсқасында бөліндіні бөлшек түрінде жаз дейді. Яғни біз 6 бөлу 8 деп теңдеп жазып алып, бөлшек сызығын сызып, алымына 6-ны бөліміне 8-ді жазып аламыз, иә? Келесі дәл солай етіп 12 бөлу 25 деп алып, алымына 12-ні бөліміне 25-ді жазамыз. Сонда бізде 25-тен 12. 7 бөлу 90 дейді. Дәл осылай етіп 7 бөліміне 90-ды жазамыз. Нәжеде тұрған 1 бөлу 100 тең. 1-ді алымына жазып, бөліміне 100-ді жазамыз. Келесі бізде 4 бөлу 100 дейді. Онда дәл солай етіп, алымына 4-ді, бөліміне 100-ді жазып аламыз. Осымен келесі тапсырма өтейік. Бізде үшінші тапсырманы орында дейді. Яғни А нұсқасында бізде пайыз белгісін пайдаланып, бөлшектерді пайыз түрінде жаз дейді. Енді біз жоғары жағындағы анықтамаға келетін болсақ, 100-ден 1 үлес өзінің айрықша арнайы пайыз атауына ие болды. Пайыз бұл бөлімі 100 болатын бөлшекпен өрнектелетін шама санының бөлігі дейді. Мына жерде бізде берілген жанына қарасаңыздар, 100-ден 1 тең 1 пайызға тең деп тұр, иә? Яғни біз мына жерде егерде бізде мұнда 2 болатын болса, яғни 100-ден 2 болатын болса, ол 2 пайызға тең. 100-ден 25 болса, 25 пайызға тең. Түсінікті ғой, иә? Солай тапсырманы ал енді кеттік орындап алайық.
А нұсқасында жазып аламыз, 100-4 бөлу тең бізде 4%-ға тең екен. Келесі 100-25 бізде ол 25%-ға тең. 100-38 бізде 38%-ға тең. 100-59 ол 59%-ға тең, Келесі бізде А нұсқасында керісінше пайыздарды бөлшек түрінде жазуымыз керек, Ал енді біз мұнда 18%-ды айналдырып аламыз, Біз оны 100-18 деп бөлшек түрінде жазып аламыз. Келесі 58%-ды дәл солай бөлшек түрінде 100-58 деп жазамыз. 76%-ды 100-76 деп пайыз түрінде жазамыз. Бөлшек түрінде. 99%-ды біз бөлшек түрінде 100-99 деп жазып қоямыз, Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Төртінші тапсырмада диаграммаға қара. Мұндағы қоршаған ортаны ластау көздерінің көрсеткіштерін бөлшек түрінде жаз дейді. Енді мұнда мұқият қарасаңыздар, бізде уже пайыздар беріліп тұр, Енді мұндағы суреттерге біз жақсылап қараймыз. Қандай түстерге жаңағы түстер арқылы біз анықтап аламыз. Бізде күлгін түс ол металлургия өндірісі 46% екен. Біз оны 100-46 деп бөлшек түрінде жазып аламыз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 4% екен, 100-4 деп бөлшек түрінде жазамыз. Химия өндірісі 27%, 100-27 деп бөлшек түрінде жазып аламыз. Ауыл шаруашылығы бізде 7% екен, 100-7 деп жазып аламыз. Келесі бізде ағаш өңдеу өнеркәсібі 9% екен, онда біз оны 100-9 деп жазамыз. Өндіруші өнеркәсіп бізде 3% екен, оны біз 100-3 деп жазамыз. Басқалары 4% екен, біз оны жаңағы 100-4 деп жазып аламыз, Мына жерде дәптерлеріңізге осылай салып қойсаңыздар да болады. Келесі тапсырма өтейік. Бізге 5-ші тапсырмада шамалар кестесіне қара дейді. Үлгі бойынша пайыздың көмегімен жаз дейді. Бізде 1 сантиметр тең 1 метрдің 1% дейді. Мұнда қарасаңыздар ереже берілген. 1 метр тең 100 сантиметр, 1 дециметр тең 100 миллиметр, 1 центнер тең бізде 100 килограммға, Бірінші есеп бізде уже үлгі бойынша шығарылып тұр, Және біз мына екіншісін, үшіншісін өзіміз орындайық. Біріншісінде жаңағы 1 миллиметр тең 1 дециметрдің 1%, ал 1 килограмм тең 1 центнердің 1% деп жаңағы дәптерлерімізге жазып қойық. Келесі тапсырмаға өтейік. 6-шы тапсырма бізде есепті шығар дейді. Ара қашықтығы 125 километр болатын екі қаладан бір уақытта екі автобус бірінен бір қарама-қарсы екі бағытқа қарай жолға шықты. Бірінің жылдамдығы 80 км сағат, екіншісінің жылдамдығы 75 км сағат. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қанша болды дейді. Енді біз жазып аламыз. S тең 125 км, V тең бізде белгілі 80 км сағат, V2 тоже белгілі бізде 75 км сағат деп жазып, олардың жаңағы 4 сағаттан кейін ара қашықтығы қанша болған табамыз. Бізде SG дегеніміз жаңағы ол жалпы ара қашықтық біздегі. Сол жалпы ара қашықтықты біз табуымыз керек, шешу деп жазамыз да. V қашықтық тең бізде V1 қосу V2 80-ді 75-ке қосып алып 155 км сағат болды. С1 тең деп V қашықтық көбейту Т тең 155-міз 4 сағатқа көбейтеміз. Алды 120 км болады. Бізде жалпы ара қашықтық тең С мен С1-ді қосып аламыз. 125 қосу 620 745 болады. Сонда жауабы бізде 4 сағаттан кейін екі автобустың арақты қашықтығы 745 км болды, Жақсылап жазып алайық келесі тапсырмамызға көшеге. Бізде келесі тапсырма берілгені. А нұсқасында бізге суретке қара, әр түстегі тор көздер санын пайызбен жазып шықты. Енді біз мына жердегі көк түсті бірінші санап аламыз, тор көздегіні. Тор көзде бізде 31 екен, сонда біз 100-ден 31 деп алып, тең 31%, Ал сары түсін санасақ, ол бізде 11 екен. Сонда біз 100-ден 11 деп алып, бізде ол 11% екен. Келесі қара түсін санаймыз, бізде қара түсі 4 екен. Енді біз оны 100-ден 4 деп алып, ол жаңағы бізде 4% екен. Ал ақ түсін санасақ, бізде ол 54 екен. Сондықтан 100-ден 54 деп жазып алып, 54% екен. Енді мұнда келесі нұсқасында сіздер өздеріңіз фигураларды жаңағыдай мынау суреттегідей қарап жасап алсаңыздар болады. Мен мұнда өзім жасадым. Мен мұнда жаңағы жасыл түсін жасадым және күлгін көк түсін жасап алдым. Енді санайық.
Бізде мында біріншісі күлгінді бізде 1, 2, 3, 4, 5 екен, Біз 100-ден 5 деп алып, 5% деп жазамыз. Келесі бізде жасыл түстен 3 қылдық. Яғни бізде 100-ден 3, ол тең 3%-ға тең екен, Келесі көк түстен 2, 100-ден 2 деп алып, бізде ол 2% болады, Дәл осылай етіп өздеріңіз сурет құрасаңыздар болады. Ал біз келесі тапсырмамызға өтеміз. 8-ші тапсырмада тапсырмаларды орында дейді. Серік велосипед тепкенді ұнатады. Бұл экологиялық таза көлік. Велотұрақта ол коды бар құлыпты пайдаланады. Ол мынадай есеп құрастырды. Құлып 3, 2 және 4 сандарының көмегімен ашылады. Бұл 400-ден үлкен тақ сан екендігі белгілі. Осы санды ата дейді. Енді бізге бұл жаңағы тақ санды тап деп тұр. Яғни 400-ден үлкен сандарды жазайық. Мына жерде берілген жаңағы 3, 2, 4, 4 пайдаланыр. 423 деп жазып алайық. Келесін 432 деп жазайық. Енді бізде бұл жерде 432 жұп саны, ал 423 бізде тақ сан. Сондықтан біз жауабын 423 деп алатын боламыз. Келесі тапсырмаға өтейік. 9-ші тапсырмада бізде тапсырманы орында дейді, бөлшектің көмегімен жаз дейді. Яғни біз жазып аламыз 1 минут тең 60-тан 1 деп. Алдыңғы сабақтарда біз осыны қарастырғанбыз. Келесі 25 минут дейді. 10-60-тан 25 сағат деп жазып аламыз. Келесі бізде 59 минут дейді. 60-тан 59 сағат деп жазамыз. Нұсқасын орындаймыз. Метр тең 1%-ға тең. Келесі 2 сантиметр 100-ден 2 метр тең 2%-ға тең. 9 сантиметр тең бізде 100-ден 9 болу керек, мұнда қателесіп кеттік. 1 тең 9% деп жазып алыңыздар, Келесі бізде бұл нұсқасы. Ода бізде берілгені 1 килограмм, сонда бізде 100-ден 1 центнер тең 1%-ға тең. Келесі 25 килограмм, 100-ден 25 центнер тең 25% деп жазып аламыз. Келесі 87 килограмм, 100-ден 87 центнер тең 87% деп жазып аламыз. Ал балалар, сабағымыз аяқталды. Барлығын тапсырмаларды орындаймыз соңына дейін. Сау болыңыздар.